Бұл ақиқатты ешкім айтпаған. Кейде адам өмірінде бәрі дұрыс емес сияқты көрінеді. Қанша тырыссаң да нәтиже жоқ. Қанша күтсең де ештеңе өзгермейді. Осындай сәттерде адам бір шындықты түсінбей жүреді, бұл шындықты көп адам айтпайды. Себебі ол ауыр. Бірақ дәл сол ақиқат сенің өміріңді өзгерте алады. Ақиқат бірінші. Ешкім сен үшін өмір сүрмейді. Адамдар жиі басқалардан көмек күтеді. Біреу келіп жағдайын түзетіп береді деп ойлайды. Бірақ шындық басқа. Ешкім сенің орныңа өмір сүрмейді. Сенің тағдырың сенің қолыңда. Сенің таңдауың сенің болашағың. Басқалар тек кеңес бере алады. Бірақ шешімді сен қабылдайсың. Ақиқат екінші. Өзгеріс ауыр, бірақ қажет. Көп адам өзгергісі келеді. Бірақ әрекетке келгенде тоқтап қалады. Неге? Себебі өзгеріс ыңғайсыз. Жаңа әдеттер, жаңа ой, жаңа өмір бәрі қиын көрінеді. Бірақ дәл сол қиындық сенің өсуің. Егер ауыр болмаса, сен өспейсің. Егер қорқыныш болмаса, сен алға жүрмейсің. Ақиқат үшінші. Уақыт сені күтпейді. Адамдар ертең бастаймын деп көп айтады. Бірақ сол ертең ешқашан келмейді. Уақыт тоқтамайды. Ол өтіп жатыр, сен дайын болғанша күтпейді.